Баршаңызға сәлем. Қазір осындай қимақтарды әзірлейтін боламыз. Бізге қажетті ингредиенттер ол жұмыртқа, сүт, ұн, қант, тұз және сұйық май. Ең алдымен жұмыртқамыз бен қантымызды араластырып аламыз. Ингредиентімізде 3 жұмыртқа, оған 1 шымшым тұзымызды қосып, және 3-4 ас қасық қантымызды салып, 250 мг сүтімізді салып, араластырып аламыз. Енді осыған 250 грамм ұнымызды бөліп араластырып аламыз. Енді бұл сұйық қамырымызға тағы да 250 грамм сүт және 2 ас қасық сұйық майды қосып араластырып аламыз. Қамырымыз бөлме температурасында 15 минуттай тұру керек. Қимақ пісіретін табамызды алдын ала қыздырып қоямыз. 15 минут өткен соң қамырымызды тағы бір рет араластырып аламыз. Осындай сұйық қаймақ тәрізді болу керек. Табамыз жақсылап қызып қалған соң оған сұйық майды жағып, қимағымызды құйып пісіре береміз. Жалпы мен табаданды қолданар алдында ылғи да жақсылап бір жуып аламын. Таза болса да жуып аламын да. Оны кептіріп, осылай қолданамын. Мен тек қана антипригарный покрытиясы бар табадандарды қолданып көргенмін. Осындай қимаққа арналған және 5-6 ауын уже тоздырғанмын. Сол үшін мен тек қана осы әдісті қолданамын. Яғни қолданар алдында міндетті түрде табадан таза болса да, оны жуып, қайтадан кептіріп тазалап аламын да. Осылай әр қимақты құйған сайын алдын ала сұйық майды жағып отырамын. Міне осы ингредиенттерден бізде 15 шақты қимақ шығады. Қарап отырсаңыздар, бұл ажурный қимақтар емес. Бұндай қимақтардың ортасына салма салып қолданған жақсы. Мен сгущенканы шетіне жағып, оны рулетқа орап алам. Қимағымыз ұзынша трубочка сияқты болғандықтан, оны ортасынан бөліп табаға салуға болады, осылай әдемілеп қойып. Рецепт ұнаса жасап көріңіздер, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.